Саламатсыздар ма оқушылар, да енді барлығымыз түгендеп жіберейік. 24 оқушы бізде түгел сияқты, я? Сабаққа қатысып отырғандарымыз, біз плюс белгісін қойып шығайық. Плюс белгісін қойып шығайық. 24 оқушы түгел сияқты. Апай, білесіз ғой, осы чатта жазылмай жоқ. Біздің бұл канал, канал болып тұр екен ғой. Жақсы. Оқушылар, біз үй тапсырмасын қарап шықтым мен. Үй тапсырмасында кейбір жерде оқушылардың орналастырмағаны бар, я? Орналастырмаған жұмыстарыңыз болса, сол задание деген тапсырмалар бөліміне орналастырып қойыңыздар. Енді задание деген бөлімде мүмкін сдать деген батырманы баспаған шығарсыздар. Оны да байқап қараңыз. Жарай ма? Үй тапсырмасы бойынша жалпы беретін бағыт өткізбегендер сіздерге ескертіп жатқаным. Үй тапсырмасы бойынша бізде стильдерді қайталап келуге бергенбіз, я? Енді жалпы стильдерді не үшін талдаймыз? Ол үшін мен сіздерге Google сайт тұр, веб-сайт. Осы веб-сайтта мынадай мәтінді не үшін талдаймыз деген түсініктеме берілген, сілтемесі сіздерге жіберілді. Мәтіннің көмегімен автордың айтпақ ойы ұғынылады. Мәтін арқылы белгілі бір мәселеге автордың көзқарасын анықтау мүмкін болады. Мәтін арқылы айтушы мен тыңдаушының арасындағы қоғамдағы әлеуметтік орны, тұлғалық ерекшелігі анықталып жатады. Енді осы адресанттың тілді қолдану шеберлігі өлшенеді, яғни автордың. Автор мен оқырманның арасындағы қарым-қатынас орнайды. Яғни адресант пен адресат арасындағы қарым-қатынас нәтижесі көрініп, оқырманға әсері бағаланады. Мәтіннің көлемінде қоғамдағы саяси ахуал, өмірдің шындығы бейнеленеді дейді. Мысалға, қараңыздаршы, микрофон кімде жақсы жұмыс істеп тұр? Мен қарап жіберейін, мынаны оқып жіберіңізші дауыстап. Мирас. Апай. Мидай жазық кең дала, жел жоқ күн шуақ, аспанда ақ сабынның көбігіндей ақ матадай бұлттар, шеке қызағым мен қинар уақыт, инелік шегіртке бөгелек масаның қалың шөптің арасынан ұшып, әуені қаптап шарықтап, олай бұлай жүйіткіп, шыр-шыр етіп, қанаттары дырылдап, ызыңдаған басқа екі аттың пысқырып, құйрығы суылдап, аяғын тебініп, бөлек жасқаннан басқа анда-санда шық-шық еткен торғайдың даусына басқа шаңғырлатқан ешбір тықыр не бір үн естілмейді. Қарт қожа сайын далада киімін шешіп, жайрап, көйлекшең, жалаңбас көк шөпке бауырын төсеп, күнге қарап, қошқыл маңдайынан тері шып-шып шығып, кітабын оқып жатыр. Оның кітапқа ынталған сонша демін де білдірмей алады. Жақсы. Енді қараңыздар, мына автор кім? Бұл нені біледі автор? Автор қандай ортада өскен адам? Оны қайдан білеміз, қандай ортада өскен екендігін? Ал автор қандай адам? Қандай ортада өсті? Нені біледі? Автор ауылда өскен адам. Ауылдан өскен адам. Дұрыс айтасың, Нұраділ. Арғай жауап бере ғой. Оған дәлелің қайсы, Нұраділ? Ол мидай жазық кең дала, жел жоқ деп, жазық далада ауыл жақта өмір сүрген. Күн шуақ, аспанда ақ матадай бұлттар тұр деп, инелік шегіртке сияқты жәндіктер ауылда жүреді. Ал қалада осындай жәндіктер көптеп кездесе бермейді. Сондықтан автор өзі білетін таныс ортаны сипаттап тұр, я? Сол арқылы оқырманға нені елестетіп тұр?
сол арқылы даланың әдемілігін. иә, ол жақсы мирас. Әдемі сипатын оқырманның көз алдына келтіру үшін осылай суреттеуді береді бізге, иә? Жақсы. Ол кенеп жатыр. Келесі оқушы Керей. Ары қарай автор тағы да қандай адам, нені біледі? Ол кітапқа деген сүйіспеншілігі сонша, ол желде жатып өзінің кітабын оқи береді. Сөйлесін деп жатыр Мирас. Рахмет, Мирас. Ал жақсы, енді Керейдің жауабын тыңдайық. Оның кітапқа деген қызығушылығы бар, ол таза ауада жатып өз кітабын оқиды. Жақсы. Оның автордың, яғни Қартқожа емес, Жүсіпбек Аймауытовтың кітапқа деген қызығушылығы, яғни кітап жөнінде білетін адам, иә? Оны қайдан білеміз? Ең соңғы андай. Ең соңғы сөйлемде білуге болады. Сөйлемдегі мәтін арқылы білдірмей алады, иә? Сонша демінде білдірмей алады. Жарайды, Ильяс, жақсы. Оның кітапқа құмар екен. Ал енді Ильяс, келесі бір шық-шық еткен торғайдың дауысынан басқа жаңғырыққан ешбір тықыр не бір үн естілмейді дейді. Осыдан автордың қандай адам екенін білеміз. Торғай, тағы да нені айтты? Атты айтты, жылқыны. Ерат микрофон. Не істеу керекпін? Тағы да автордың қандай адам екенін білеміз. Ол көркем әдебиет сүйеді екен, ол ауылда өскен екен. Тағы да? Ол ауылда өскен, оның білімге ынтасы бар. Және ол тыныштықты жақсы көретін байқалады өйткені. Бұл жерде ешқандай адамдар кездеспейді, басқа кейіпкерлер жоқ. Жай жазып қалада өзі күншуақты кітабын оқып жатыр. Дұрыс айтасыз. Оның дәлелі ешбір тықыр не бір үн естілмейді деген, иә? Осы жерден ақ автордың тыныштықты жақсы көретіндігін байқауға болады екен. Рахмет, Ернат. Тағы алып қосарларыңыз бар ма? Жылқыны жақсы біледі ме екен? Жылқы аттың пысқырып, құйрығын суылдатып, аяғын тебініп, жасқап тұр, иә? Сонда бұл автор жылқыны да жақсы біледі екен. Жақсы. Бұл ондай болса, көркем шығарманың мәтінін талдау, иә? Мінекей. Талдаудың нәтижесі бойынша қазақы ортада тәрбиеленген, ауылдың өмірмен етене таныс, өсімдіктер мен жәндіктердің атауын жақсы білетін, оқырманын қызықтыра алатын, теңеу мен эпитетті көркем қолдана алатын автор үп деген көсемшені қолданып шығарманың оқырманға әсер ету күшін арттырады дейді. Жақсы. Ал енді автор туралы мәлімет осы жерде. Автор қандай адам екен? Иә, мына бір мақаладан. Қарайтын болсақ, иә, мен сіздерге уақыт алмай қояйын осы жерге. Автор қазақы болмыстан хабары бар, зиялы, оқыған адам. Ол өзінің мақсатты аудиториясын, яғни кімге арнап тұрғанын жақсы біледі. Сол аудиторияға сай тілдік деңгейде сөйлейді. Кейбір лексикаларды, этнолексемаларды ұтымды қолданып, жиіркеніш сезімін тудырады. Одан кейін мәселеге өзіндік көзқарасын білдіреді. Соңынан ерту мақсатын көздейді. Қандай мақсаты автор? Осындай бір тілді шұбарламай сөйлеуге шақырады. Осы жерде біз не істеп аламыз мәтін талдағанда? Қарамен белгілеп, осындай бір талдауға келетін сөздерді белгілеп алады екенбіз. Жақсы, ендеше мен сіздерге
Google документ бойынша сіздерге мына бір жұмысты ұсынсам деп едім. Неке, Қазақстан Республикасының заңы. Мен сіздерге осыны жіберіп, қазір чатқа жіберем. Осы бойынша тез-тез үстінен талдап жіберейік. Мен публикация деген жерге жіберем, Осыны басып көрсеңіздер, бұның үстінен шығады. Кім өзгеріс енгізді, сол мына жерде менен көрініп тұрады. Бізде енді не бұл қай стильде жазылған? Бір оқушы. Ресми? Дұрыс айтасыз, ресми стильде жазылған. Ресми стильде жазылғандығының дәлелі. Апай, осы жерде заң болғандықтан ол ресми стильде болады. Ол сонда бір документ секілді. Апай, қалай кіреміз? Жаңа публикация деген жерде ссылкаға кіресіз де. Апай, немесе мысалы деген бұл бір адам деген көлікте қатты жүріп кетті. Сол кезде оған заңды айтып штраф қойды. Сол сияқты болып тұр. Бірақ бұл жерде заңдар туралы айтып тұр. Қандай заңдар болмайды. Сондықтан ресми болады. Дұрыс айтасыз. Заңдар, барлық документтердің бәрі ресми стильге жатады. Жақсы, Елдана. Жауабыңызға қанағаттандық. Енді мына оң жақта комментарий тұр ғой, мына жоғары жақта. Көк настройка доступардың жанында міне комментарий тұр. Сол комментарийға басасыз да. Осы жерге мысалы жазамыз заң. Осы жерге комментарий жазуға болады. Сөйтесіз не деп жазасыз? Добавить дейміз де қосамыз. Бұл заң болғаннан кейін, жаңа Елдана, сіздің жауабыңыз, Елдана. Не деп жазамыз? Заңның барлығы ресми стильде. Қосып қоямыз. Жақсы. Біз көріп тұрсыз ба осы жерге? Тура осы жерде не көріп тұрсыздар? Мысалға, у деген тұйғеттің жұрнағын көріп тұрсыз ба? Осыны. Одан кейін мына жерде санамалап айтылған. Ой, соны көріп тұрсыз ба? Тағы да қандай терминді көріп тұрсыз? Тағы да не көріп тұруыңыз мүмкін? Сізге қатысты, пунктуацияға қатысты сізге талдауға қажетті тыныс белгілерді көріп тұрсыз ба? Соларды беріп, Ғазиз Тұрсын деп шықты. Ғазиздің жауабы көрініп тұрмаған. Неже ой санамалап айтылып, несін көрсетіп тұр? Ретін көрсетіп тұр. Жазып қойсаңыз болады. Оқушылар. Дұрыс, басыңыз. Мен мына жақта тұрайын. Апай, осыны оқи берейік па? Осыны талдап жіберейік, үстінен талдап, Мен тек Ғазиздің несін көріп тұрмын. Ғазиздің жазған комментарий. Қалғандарымыз, апай, аккаунтпен кіру керек немесе неопознанный бір нәрсе деп шығады. Жақсы. Мұнда комментарий басыңыз. Сондықтан мына жерде Елдана деген сияқты атыңыз жазып келдіңіз. Неопознанный деген. Қайда, апай, ол? Міне оң жақта, жоғары жақта комментарий. Қандай қазақ тілге қатысты терминдерді көріп тұрсыз? Соның бәрін жазып кетсеңіз болады. Енді шықмады. Нұрәділ шығып тұрсыз?
Иә, дұрыс. Сарымен, көкпен деп белгілеп жатыр оқушылар, иә. Жақсы. Бірақ не үшін белгілегенсіз? Комментарий. жазса болады. Мына мен сізге үлгісін көрсеттім ғой. Нені түсінбедіңіз? Не істеуіміз керек? Осыны оқып белгілейміз, а? Иә. Осыны оқып, ресми стиль, біздің сайтымыз қайда еді? Ресми стиль. Ресми стиль. Қарап көреміз. Ол бізде мына жерде тұр қазір. Апай, мониторинг деген ол бола ма? Сол. Қазір. Сол, мониторинг деген ол. Ау? Қазір айтып жіберейін, ала беріңіз мониторинг дегенді. Мына жерде жоғары жақта сайтта оқу мақсаттары деп тұр, иә? Оқу мақсаттарында мынау түймені бассаңыз, мәтін талдау деп тұр. Мәтін талдауды бассақ, стиль түрлері деп тұр. Стиль түрлерін бассақ, былай шығады. Осы жерде ресми стиль. Ресми стиль, мінекей. Ресми стильдің қолданылатын аясы. Мақсаты, ерекшелігі. Ортақ қалыптасқан үлгі болады екен, иә? Даяр тіркестер. Инверсия өте сирек. Жақсы, біз бұған тез-тез талдау жасап кетуіміз керек, өйткені бізде не? Мұнда талдайтын нәрсе аз. Хабарлау, анық, нақты мәлімет беру. Иә, мемлекеттік органдардың дегеннен кейін бұл не болу керек? Кімге қатысты екен айтылып тұр? Нақты мәлімет береді, жақсы айтып жатсыздар. Тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау дегеннен кейін бұл бірістен белгілі бір салаға қатысты. Жақсы, мұнда кестені толтыруға кірісті оқушылар. Нақты мәлімет береді деп Ернат дұрыс жауап бердіңіз. Яғни A great niche CBD деген оқушы бұл жақсы жауап беріп жатсыз. Жеке және заңды тұлғалардың өз құқықтарын білуіне әсер етіп тұр. Жақсы. Мінекей оқушылар, енді біз мәтін талдаған уақытта не істей алады екенбіз? Біз қандай сөздерге назар аудару керек екендігімізді біз біледі екенбіз. Жақсы, ондай болса, 5 минуттық үзіліске шығып келіңіздер. 5 минуттық үзіліске шығып келіңіздер. Келесі сабағымызды ары қарай 5 минуттан кейін жалғастырамыз.